Сәлем баршаға. Арнамда жаңа видео ораза жайлы аңыз ескесіз бе? Ендеше видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Бір қойшы қарт қойларын өрістетіп, жайылымға жайған сайын дөңге жақын өскен бір алма ағашының түбіне барып дем алатын. Егер жеміс піскен мезгіл болса, алма ағашымен тілдесіп, «Қане балам, қарттың алмасын бере ғой» дейтін. Сөйткенше болмай, дәмі тіл үйретін, исі аңқыған, балбырап піскен бір алма жерге топ ете түсетін. Қарт болса кішкене бәкісімен әлгі алманы асықпай тілімдеп, кесіп, өзімен бірге ала келген. Торсығындағы айранымен қоса, сәл жүрек жалғағаннан кейін әкесінен қалған құранын баппен қолға алып, жайлап оқи бастайтын. Қойшы қарт бұл алма ағашын осыдан 20 жыл бұрын отырғызған кезде жиі суғарып, намаз алдында бет қолын шайған дәрет суының қалғанын да ырымдап, соның түбіне төгетін. Қарт жүзін шайған сол судың шарапаты тиді ме? Әйтеуір, алма ағашың тамыры тез жан алып, аз уақытта бой көтеріп жеміс бере бастады. Қойшы қарт ол кезде жас болғандықтан, қай әдемі алмаға көзі түспесін, сәл ұмсынып қолға созғаны жетіп жатыр еді. Алайда одан бері қаншама жыл ішінде қарттың бойы аласарып, белі бүгілді. Ал алма ағашының бойы керісінше барынша биіктеп, шынар ағашындай жайқалып кеткенді. Бірақ алма ағашы қанша жайқалып өскенімен мәпелеп өсірген баланың аты емес пе? Оны баласындай көретін қарт ағаш бұтақтарын алақанымен жай ғана сипап тұрып, «Қане балам, бүгінгі несібемді түсіре ғой» дейтін. Айтқаныңдай көп пәлсінбестен бір алма түсуші еді. Бұл көрініс дәл осы қалпында бірнеше жылдан бері қайталанып келе жатқанды. Тіпті қарт сұрағанда алманың түспей қалған бір күні болған емес. Ауыл адамдары болса, таңғажайып бұл құбылысты сырттай бірнеше мәрте байқап, қойшы қартты әулиеге жорысып қойғалы қашан. Қарт кісі ағаш көлеңкесінде аздап тынығып, намазын оққаннан кейін әдеттегідей сол күнгі алмасын сұрады. Алайда бір таңғаларлығы, ағаш бұтақтары жеміске толып тұрса да, қарт қолына ештеңе түспеді. Қарт өз қалауын қанша қайталағанымен бәрібір ештеңе бола қоймады. Күткені орындалмай, кірпігі мен сақалы тарам-тарам жасқа шыланған. Қарт үнсіз ғана алыстап қойларына кетіп бара жатты. Жеміс бергелі баласы қарт көңілін еш қалдырып көрген емес еді. Мәпелеп өсірген баласына дәл осы жолы қатты ренжіді. Көңілі құлазыған қарттың бойы тіпті шөкімдей боп, белі де бұрынғыдан беттер бүкшие түскендей. Малдарын қайырып, ауылға бет алған, мешіттен әуелеп шыққан азанға құлақ түрді. Азан ете бір ерекше әуезді үнмен оқылып жатқандай. Тіпті астарынан қуаныш та сезілетін секілді. Бірден іркіліп, ойын жинап ала қойды. Қарт байғұс өмірге қайта келгенде күй кешті. Өйткені есіне бір нәрсе түскен еді. Бұл жолы көзіне қуаныштан жас алып, балаша мәз болған қарт әлгіндегі алма ағашына жеткенше асықты. Келе сала оны айналып, толғанып, кең құшағын төсей құшақтаған қарт, «Күнім, әшейін» деді, игі кемсеңдеп, жылаған күйі. «Айналайын, балам, жарығым, ұмытшақ мен байғұсты ренжітпей тұрып ақ білдірсең болмас пе еді? Бүгін ораза айының алғашқы күні екен ғой». Құрметті оқырман, видео ұнаса, менің арнама тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Мен бұл ақпаратты интернет, яғни желіден алдым. Сіздермен болған сәуле, назарларыңызға рахмет. Осы аңыз ескен бе едіңіздер? Комментарияға жаза кетіңіздер. Айт мейрамы құтты болсын.